белгі болған кезде айтсам болады, адамдар жиналған екен көрек. Баршаңызға сәлем. Адамдар кішкене жиналсын. Біз бастаймыз. Кімді жиналып жатыр ма? YouTube жасап тұр ғой? Нормально тұр ма? YouTube'да көрініп тұр ба? Болды ма? Прямо тіке ұстайсыз ғой да? Шодан ортасымен алып. Біледі сағат 2-2-ден бір минут жерден тікеге айта аламыз. Гүлжан апа, менде прямой эфир болып жатыр. Где-то 15 минуттан бітіреміз. 15? Иә. Елу жеті от басайрыз ма? Жоқ, екіміздің. 57 енді олды ма? Ерте ашы жеріңізді прямой эфирді. 58. Адамдар жиналып жатыр ма? Бастай берейік онда? Бастай берейік. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті Цептр компаниясының оқырмандары. Бүгін сіздермен бірге Цептр компаниясының менеджері Каракулова Айжан Төлегенқызы. Бүгін сіздерге Hyperlight көзілдіріктермен таныстыратын боламын. Жалпы көпшіліктің сұрағы, клиенттердің сұрағы, біздің көзілдіріктерімізді кімдер, қашан, қайда кию керек деген сұрақтар көбірек туындайды. Ең алдымен біздің көзілдіріктерімізді барлық адамдарға кез келген жерде, кез келген уақытта киюге арналған. Яғни сыртта, үй жағдайында, кеңселерде киюге болады. Біздің көзілдіріктеріміздің шығу тарихын қазір сіздерге айта өтемін. Ең алдымен біздің Hyperlight көзілдіріктеріміз Швейцарияда ең жоғарғы технологиямен жасалады. Және де біздің көзілдіріктеріміз патенттелген. Hyperlight көзілдірігі біз яғни күн сайын әсеріне ұшырайтын үй жағдайында болмаса әртүрлі жасанды жарықтар, яғни электронды құрылғыларымыз бар. Зиянды біздің сәулелерден түсетін зиянды күн сәулесі бар. Соның барлығынан біздің көзімізді көзілдіріктеріміз қорғайды. Hyperlight бұл фуллереновый ерекше кванттық әсерге ие біздің көзілдіріктеріміз. Яғни, құрметті оқырмандар, қараңыздар, біздің көзілдіріктеріміздегі линзаларымыз бұл фуллереновый кванттық гипержарықтық линзамен жасақталған. Яғни
бұл осы фуллереннен өтетін жарық бізді тиімді әрекеттеседі жаңағы зиянды жарықтармен. Содан кейін бұл ағзаны сау күйге келтіріп, біздің хайперлайт көзілдіріктеріміз біздің ағзамызды қорғайды, қолдайды, бізге қуат береді және оңтайлы күйін бір қалыпты сақтап отырады. Кванттық гипержарық деп айтып жатырмыз ғой. Біздің хайперлайт аудармасы бізде кванттық гипержарық деп аударылады. Яғни ол біздің адамның мына көру қабілетіне, сондай-ақ біздің көзіміз миымызбен тікелей байланысты ғой, мидың жұмысына өте оң әсерін береді. Жалпы кванттық гипержарық деп біз физикалық және психикалық денсаулықтың жақсаруына өте керемет септігін тигізеді. Және де ол әлем бойынша зерттелген уже. Біздің гипержарықтық фуллереновый очкилеріміздегі жарық бұл адам ағзасындағы адамның зейін қою мен есте сақтау қабілетін жақсартады. Шешімдерді адамға жылдам қабылдауға оң әсерін береді. Хайперлайт көзілдіріктеріміз адамның көру қабілетін жақсартады. Былай айтқанда, күнделікті өмірде мен өзім көзілдірікті тастамай киіп жүремін. Біздің көз айналасындағы бұл ең алдымен теріге, яғни әйел адамдарға да, ер адамдарға да терінің қартаюға қарсы әсер береді. Жалпы сіздерге айта кетсем, біздің жаңа айтып жатырмын ғой, біздің очкилеріміздің линзалары гипержарықтық деп та, яғни S60 фуллеренмен жасалады. Ол дегеніміз жоғары үйлестірілген жарық деп аталады. Ол дегеніміз аса жоғары үйлестірілген мына жарықтар адам ағзасындағы сау биомолекулалар ғой, соның 85% сияқты әртүрлі энергетикалық құрылымдарға ие болып келеді. Жалпы күн сайын мына біздің күн жарығы әртүрлі біздің көзімізге кері әсерін тигізеді. Жасанды жарықтардан біздің көзіміздің көру жанары азаяды деп айтсам да болады. Бәріміз күн жарығының қауіпті сәулесінен жасанды жарықтардың зиянды әрекеттеріне біз ұшырап жатамыз. Біздің көзімізде жасанды жарық пен күн жарығынан қорғайтын бізде табиғи қорғаныс көзімізде жоқ. Адамның көз жанарын ешқандай жарық, күн сәулесінен қорғамайды. Сондықтан біздің хайперлайт очкилеріміз, көзілдіріктеріміз бізді осындай зиянды жарықтардан көзімізді қорғайды. Жалпы айтқанда энергетикалық компоненттер болады ғой, жаңағы табиғи қорғаныстардан біздің көзіміздегі қорғаныс қабаты мүлдем жоқ. Көздің торлы қабығын жарықтар, әртүрлі зиянсыз жарықтар бүлдіреді деп айтсам да болады. Көз құрылымын, яғни зақымдайды. Оның үстіне бұндай зиянды жарықтар біздің миымыз бен денсаулығымызға да теріс әсерін тигізеді деп айтсам болады, құрметті оқырмандар. Гипержарықты көзілдіріктер деп айтып жатырмыз ғой, бұл біздің көздің көру қабілетін, сондай-ақ мидың жұмысын және де бір шама біздің денсаулығымызға пайдалы болып келеді. Біздің денсаулығымызды жақсартуға жұмыс жасайды. Себебі ол біздің жаңағы зиянды сәулелердің жолын бөгейді. Жалпы айтқанда біздің S60 фуллерен ең кішкентай молекуланың ашылуынан пайда болған. Жалпы химия бойынша айта кететін болсам, Нобель сыйлығы бұл 1996 жылы кішкентай молекуладан
жасақталған. Оны үлкен ғалымдар біздің өзінің жұмысына салған деп айтсақ та болады. Жалпы әртүрлі іргелі зерттеулердің нәтижесінде осындай керемет фуллерен өзінің аса жоғары жарықтарды күшін жою арқылы әрекеттесіп, адамға ешқандай зиянсыз осындай линзаларды алып келген деп айтсам да болады. Жалпы уақытты айтып отырарсыздар маған. Жалпы екі фуллеренмен адамның гипержарықтық әсерінен туындаған процесі, табиғи қартаю процесін, қоршаған ортаның ластану процесін, күйзеліс процестерін өзінің жаңағы мезгілсіз қартаюға алып келеді. Және де құрметті оқырмандар, сіздерге біздің Цитр компаниясындағы көзілдіріктерді міне сіздерге таныстырып өтсем, бізде бір шама, қараңыздар, линзалардан жасалынған көзілдіріктеріміз бар. Бұл жерде біздің ішкі жағынан кеңседе киюге арналған көзілдіріктеріміз. Қараңыздар, линзасы осындай болып келеді. Және де бізде сыртқа арналған линзалар. Қараңыздар, сіздерге қазір көрсетейін. Бізде далаға, сыртқа, күннен сіздердің көздеріңізді қорғайтын осындай керемет біздің көзілдіріктеріміз бар. Және де үшінші линза бізде, құрметті оқырмандар, үй жағдайында да уақыт болып қалма, үй жағдайында да сыртқы әсерде де киюге арналған біздің осындай керемет линзаларымыз бар. Жалпы айта кететін болсам, біздің көзілдіріктеріміз сіздердің көздеріңізді, үлкен адамдар, әсіресе менің өзімнің ата-анам біздің очкилерімізді киеді. Себебі үлкен кісілердің көз жанарын, көздері қызарып тұрады, сыртқы қабаттары, өздеріңіз білесіздер, көз жасаурап тұрады. Сол біздің көзілдіріктеріміз осындай өзінің керемет линзасы көздің жас ағады көзден, соны тоқтатуға өте керемет көмектеседі. Ол үшін біз мынандай үй жағдайында киетін көзілдірікті киіп жүрсек болады деген сөз. Және де біздің көзілдіріктеріміз, маған уақыт болды деп айтып жатыр, біздің кішкентай сәбилерімізге де арналады. Себебі сіздерге көрсетіп өтейін, осындай бірнеше түрі бар. Өздеріңіз түстерін таңдап алсаңыздар болады. Себебі біздің кішкентай балалар қазіргі уақытта электронды телефондарды, құрылғыларды пайдаланады. Біздің 3 жасқа дейінгі балаларда көз қорғаны, жаңағы көздің айтып жатырмын, көздің сыртқы қабатын, ішкі қабатын қорғайтын ешқандай қорғаныш жоқ. Сондықтан өздеріңіздің, балаларыңыздың көздерін қорғау үшін осы біздің хайперлайт көзілдіріктерімізді алсаңыздар болады. Біздің көзілдіріктеріміз Қазақстан бойынша барлық қалаларда, барлық жерде біздің Цитр компаниясының офисінде болады. Өздеріңіз барып, қарап, көрсеңіздер, сіздерге менеджерлар барлық жағынан ұсынады. Барлық жағдайды көрсетіп, керемет скидка бағаларды ұсынатын болады. Тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Прямой эфирді тоже.